Қайта оралған бақыт. Гүлнар отбасындағы жалғыз қыз. Әкесі институтта ғылыми қызметкер, анасы мектепте мұғалім болып істейді. Үйленген бір ағасы бар, бөлек тұрады. Жалғыз қыз болған соң, ата-анасы Гүлнарды мейлінше еркелетіп, қатарынан қалдырмай өсіруге тырысты. Гүлнардың сыныбында 10 шақты ұл бар. Соның бірі өзінің парасатты болмысымен сыныпқа сыйлы. Қанат бұл қызды ұнатады. Жай ұнату емес, кәдімгі ғашық. Бұл ұялы телефон әлі шықпаған 90-шы жылдардың ортасы еді. Екеуі сабақтан кейін оқыған кітабы, көрген киносы жайлы әңгімелесіп уақыт өткізеді. Екеуінің достығы мектеп бітіргенше жалғасты. Мектеп бітіру кешінде Қанат қолына гүл ұстап тұрып, Гүлнарға сезімін білдірді. Қанат қыздан қол үзгісі келмей, өмір бойында қос аққудай қатар жүргісі келетінін айтты. Алайда Гүлнар отбасын құруға дайын емес еді. Ой-санасы әлі балғын, ересек өмірді бастауға жүрексінді. Қыз бен жігіт Алматыдағы 2 бөлек университетке оқуға түсті. Университеттегі сабақ, сессиялар Гүлнардың жігітке қарауына мұрша бермеді. Қанат та білікті маман болу жолында үнемі ізденісте жүретін. 4-5 жыл жылжып өте шықты. Гүлнар университетті қызыл дипломға бітірді. Жұмысқа орналасқан соң Гүлнар Қанатты мүлдем ұмытты. Бірде-бір кабинетте отыратын Жанна деген келіншек туған күніне шақырды. Ұжым болып мейрамханаға жиналды. Той басталғанда Гүлнардың қасында аппақ жейделі, балағының қырып шақтай, шашын майлап тараған иіс су сепкен жас жігіт отырды. Сырбаз жігіт Жаннаның інісі болып шықты. Гүлнарды 2 рет биге шақырды. Келесі жігіт той біткенше өзінен көз алмай қараған қыз байқады. Жиын аяқталып ел кетуге жиналғанда әлгі жігіт Гүлнарды машинесіне жеткізіп салатынын айтты. Гүлнар түн ортасын ауғанда көлік қайдан табылсын деп шығарып салуға келісті. Түске таман біреу қоңырау шалды. Тимур екен, түскі асқа шақырып тұр. Бір апта өткен Тимур Гүлнардың жұмыс орнына сыйлық жіберді. Гүлнар орауды ашты. Ұялы телефон екен. Бұл ұялы телефонның алғашқы қолданысқа ене бастаған кезі еді. Осылайша неше түрлі сыйлықтарды тарту ете жүріп, Тимур Гүлнарды бір жолата өзіне баурап алды. 2-3 айдың ішінде Гүлнар Тимурдың ажырамас бөлігіне айналғандай, онсыз күні қараң сияқты сәт сайын ойлап іздейтінді шығарды. Сөйтіп жүргенде Гүлнардың іші білінді. Жағдайы Тимурға айтып еді, жігіттің өңі өзгеріп кетті. Сол күннен кейін Тимур хабарласпады. Гүлнар шындықты анасына айтты. Бұл жағдай әкесіне жетті. Үлгілі отбасының иесі саналып келген әкесі жүрек талмасымен ауруханаға түсті. Гүлнардың анасы Тимурдың жұмыс орнына, тіпті үйіне дейін іздеп барды. Опасыз жігіт Гүлнарға үйленгісі келмейтінін аңғартты. Дау-дамай, ұрыс-керіс біразға барды. Жігіттің әке-шешесі Тимурды мектептегі жаңа бітірген қызға үйленейін деп жүр. Екеуі бірін-бірін ұнатады, таниды, деді. Сырға салу рәсімін де өткізіп қойғанбыз. Гүлнар туралы естімеппіз деді. Бұдан әрі дауласып абырой таппаспын деп білген Гүлнардың анасы қолын бір сілтеп қызын босандырып баланы өзі бағуға бел буды. Дүниеге шекесі торсықтай ұл бала келді. Аяқ қолын жиған соң Гүлнарға жұмысқа шығуға кеңес берген анасы баланы өзі бағып қағатынын айтты. Тимур сол кеткеннен мол кетті. Ұлдың атын Арсен қойды. Гүлнардың әкесі өзі тегіне жазыртып алып, немерем деп емес, туған балам деп қарады. Өйткені Арсеннің тәтті қылықтарын көргенде, ата-апасы өмірдегі жамандық атаулын ұмытатын. Тәй-тәй басып жүре бастағанда, атасы далаға апарып ойнататын болды. Арсен атасының баласына айналды. Гүлнардың ата-анасы баланы балабақшаға бермей, өздері бақты. Мектепте де атасы апарады. Өсе келе атасы оны спорттық үйірмелерге де жазғызып, кітапқа да баулады. Мектепте оқуға қабілетті болған соң түрлі ғылыми олимпиадаларға қатысады. Гүлнар ұлының тәрбиесіне алаңдамайды, әке-шешесіне енеді. Атасының баласы 5-ші сыныпта робот сызбасын жасап, өрнектапқыштар байқауының жүлдегері атанды. Мұғалімдер бұл баладан мықты инженер шығады деп мақтады. Ата-апасы мәз. Гүлнардың өмірінде өзгеріс байқалар емес. Бүкіл өмірі банк пен үй арасы ғана. Жұмыстан кешкі сағат 8-9-да бірақ шығатын оның құрбыларымен қыдырып, мейрамханадан дәм татуға да уақыты жоқ. Жақын адамдары лайықты азамат табылса, отбасын құруға кеңес берумен әлек. Олардың ақыл кеңесін Гүлнар елемейді емес, тыңдайды, бірақ өзіне сүйеніш, ұлына дұрыс әке болатын жанды осы уақытқа дейін кездестірмепті. Бар өмірі тек жұмыспен өтіп жатыр. Кейде есіне сыныптасы қана түскенде жүрегін ерекше жылы сезім билеп, жас кездегі әдемі сәттерді
көз алдына фильм лентасы секілді бір өткізіп алады. Ол қайда жүр екен, үйленді ме екен деп ойлап қояды. Гүлнар биыл 37-ге толды. Бір күні ұялы телефонына біреу хабарласты. Алғашында телефонның ар жағындағы әйел даусын танымай қалды. Сыныптасы Әсел екен. Гүлнардың телефонын туыстары арқылы әрең іздеп тапқанын айтқан. Әсел мамыр айында мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай жиын өткізу жоспарда барын жеткізді. Бүкіл сынып бұл жаңалықты біледі екен. Ақпарат Гүлнарға енді жетіпті. Гүлнар Әселмен қал-жағдай сұрасқан соң 20 жылдыққа баратынын айтты. Мамырдың мамыражай кеші Алматының ортасындағы мейрамханаға 1998 жылы мектеп бітірген сыныптастар жиналды. Бас аяғы 20 адам, барлығы 30 еді, бірақ 10 шақты ұл-қыз жұмыс бабымен басқа облыстарға көшіп кеткен, қатыса алмайтынын алдын ала хабарлапты. Әдемі қызғылт көйлегін киіп, боянып, қолына Түркияға демалуға барғанда сатып алған сөмкесін ұстап Гүлнар келді. Сыныптас қыздар бет сүйісіп, амандық саулық сұрасуда. Жігіттер жағы шоғырланып, темекіні бұрқыратып тұр. Бет әлпеттеріне аса өзгеріс жоқ, тек денелері сәл толысып, іріленгені болмаса. Араларында Әсел ғана арық күйінде. Мектеп бітірген соң дизайнер мамандығы бойынша білім алып, сән индустриясы саласында жұмыс істейді екен. Сәнгер болып, бет күтім фигурасына қатты мән беретіні көрініп тұр. Гүлнар да аса өзгермеген, баяғы көрікті қалыпты. Сыныптастар шұқырласып, үстел басына отыра бергенде, есіктен ірі денелі, қарны шығыңқы, самайын ақ шалған ер адам кірді. Гүлнардың өмірінде өзгеріс байқалар емес. Бүкіл өмірі банк пен үй арасы ғана. Жұмыстан кешкі сағат 8-9-да бірақ шығатын оның құрбыларымен қыдырып, мейрамханадан дәм татуға да уақыты жоқ. Жақын адамдары лайықты азамат табылса, отбасын құруға кеңес берумен әлек. Олардың ақыл кеңесін Гүлнар елемейді емес, тыңдайды, бірақ өзіне сүйеніш, ұлына дұрыс әке болатын жанды осы уақытқа дейін кездестірмепті. Бар өмірі тек жұмыспен өтіп жатыр. Кейде есіне сыныптасы қана түскенде жүрегін ерекше жылы сезім билеп, жас кездегі әдемі сәттерді көз алдына фильм лентасы секілді бір өткізіп алады. Ол қайда жүр екен, үйленді ме екен деп ойлап қояды. Гүлнар биыл 37-ге толды. Бір күні ұялы телефонына біреу хабарласты. Алғашында телефонның ар жағындағы әйел даусын танымай қалды. Сыныптасы Әсел екен. Гүлнардың телефонын туыстары арқылы әрең іздеп тапқанын айтқан. Әсел мамыр айында мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай жиын өткізу жоспарда барын жеткізді. Бүкіл сынып бұл жаңалықты біледі екен. Ақпарат Гүлнарға енді жетіпті. Гүлнар Әселмен қал-жағдай сұрасқан соң 20 жылдыққа баратынын айтты. Мамырдың мамыражай кеші Алматының ортасындағы мейрамханаға 1998 жылы мектеп бітірген сыныптастар жиналды. Бас аяғы 20 адам, барлығы 30 еді, бірақ 10 шақты ұл-қыз жұмыс бабымен басқа облыстарға көшіп кеткен, қатыса алмайтынын алдын ала хабарлапты. Әдемі қызғылт көйлегін киіп, боянып, қолына Түркияға демалуға барғанда сатып алған сөмкесін ұстап Гүлнар келді. Сыныптас қыздар бет сүйісіп, амандық саулық сұрасуда. Жігіттер жағы шоғырланып, темекіні бұрқыратып тұр. Бет әлпеттеріне аса өзгеріс жоқ, тек денелері сәл толысып, іріленгені болмаса. Араларында Әсел ғана арық күйінде. Мектеп бітірген соң дизайнер мамандығы бойынша білім алып, сән индустриясы саласында жұмыс істейді екен. Сәнгер болып, бет күтім фигурасына қатты мән беретіні көрініп тұр. Гүлнар да аса өзгермеген, баяғы көрікті қалыпты. Сыныптастар шұқырласып, үстел басына отыра бергенде, есіктен ірі денелі, қарны шығыңқы, самайын ақ шалған ер адам кірді. Бұл Қанат еді. Сыныптастар оны бірден таныған жоқ. Тойды ұйымдастырған Әсел, Қанатик деп айқай салмағандай, кім екенін ешқайсысы да білмесе деді. Қыздар да, жігіттер де Қанаттың қатты өзгеріп кеткеніне таңданыс білдіруде. Бәрімен жеке-жеке амандасып шыққан Қанат бос орынға жайғасты. Гүлнар Қанатты көргенде жүрегін бір мұңлы сезім шымшып өтті. Оны оқушы кезінде қатты жақсы көргеніне енді түсінгендей. Жастық аңғалдық пен махаббаттың бар екенін білмепті. Өзіне бұл өмірдегі ең жақын, ең жанашыр адамын көргенде ерекше күй кешті. Қанат Гүлнарды бірден байқаған жоқ. Жүргізуші тойды бастағанда отырғандардың кім екенін анықтап білгісі келгенде көзбен бір-бір шолып өтті. Көзі Гүлнарға түскенде жігіттің жүзіне
бұрын болмаған нұр жүгірді. Гүлнар аяулы махаббатым менің. Екеуі бір-біріне жымия қарап қояды. Жігіт шыдай алмай Гүлнардың қасында отырған серікті сен менің орныма бар деді де өзі қыздың жанына жайғасты. Туысымен сағынысып көріскендей құшақтап бетінен сүйіп алды. Гүлнар тебіреніп кетті. Сыныптастар тойында Қанатпен тек Гүлнармен биледі. Тек Гүлнармен сөйлесті. Бір-бірін 20 жыл көрмеген достар шер тарқата әңгімелесті. Жиын біткен Қанат Гүлнарды шығарып салмақ болды. Екеуі машина ішінде отырып 2-3 сағат сырласты. Қанаттың өмірі оңай болмапты. Университетті бітірген соң Гүлнарды ойлап қаншама жақсы қыздар кездессе де үйленгісі келмепті. 25-ке келгенде туыстарының таныстыруымен солтүстіктің бір қызына үйленеді. Достарым бәрі отбасын құрғанын көріп, әйтеуір үйлену керек болған соң үйлендім дейді Қанат. Әйелінің сырт келбеті де, мінезі де кісі ұнататындай емес екен. Келіннің шайбау мінезіне 3 жыл шыдаған ата-енесінің осы уақыт ішінде шашы аппақ боп, жүзін әжім басқан. Жоқ жерден ұрыс бастайын, әйеліне бұдан әрі төзуге болмасын түсінген Қанат ажырасуға бел буады. Сөйтіп әйелі 2 баламен төркініне кетіп тынады. Қанат жеке кәсіп ашып, өзінің жағдайын түзеген соң туыстарына қарайласа бастаған. Адамгершілігі мол жігіт бос қалмайды ғой. Бірде талдырмаш келген инабатты бір аруға жолығады. Оны Қанат көргенде өміріндегі барлық келеңсіздікті ұмытып, өмірлік жартысын тапқанын сезінді. Қызбен танысып, көп ұзамай үйленуге ұсыныс білдіреді. Бой жеткенде бұны жақсы көріп қалыпты, тұрмысқа шығуға келіседі. Алған жары тәрбиелі ибалы болып шығады, бірақ тағдыр бұл жігітті аямай сынайды екен. Екінші әйелі перзентханада көз жұмыпты. Көкірегі қарс айырылған Қанат жаңа туған нәрестені құшақтап қала берді. Туған туысы Шарананың аман қалғанына шүкіршілік етіп, жігіт сынып кетпес үшін барынша қолдау көрсетіп бағады. Екінші әйелден туған қызы 3-те екен. Гүлнар жігіттің әңгімесін көзіне жас алып отырып тыңдады. Басын Қанаттың кеудесіне қойып, егіліп жылады. Жүрегінде бір өкініш бар еді. Егер мектеп бітіру кешінде сөз салған Қанаттан алыстамай, достаса бергенде ғой, бәлкім екеуі университет бітірген соң үйленер ме еді, бақытты отбасы болар ме еді. Қанат Гүлнарды құшағына қысып, сен әрдайым жүрегімде едің, бақытым менің деп, отбасын құруға ұсыныс айтты. Гүлнар қуана-қуана келісім берді. Отбасылық кеңестен соң Арсен ата-апасының қолында қалатын боп, Гүлнар Қанаттың үйіне көшіп барды. Аулада 2 үй тұр екен. Бірінде Қанаттың өзі, екіншісінде ата-анасы бауырымен тұрады. Гүлнарды кішкентай қыз жақтырмады. Ол да күн сайын жұмыстан бос қайтпады. Кішкентай қыз үшін дүкеннен тәтті сатып алады. Жақсы 3 күн келген Арсен анасының шешіміне қарсы болмады. Ата-апасына бауыр басқан соң ба, Гүлнарды қатты іздемеді. Қанат та жүрегі кең жігіт, Арсенге туған баласындай қарады. Ақыл кеңесін айтып сұраған заттарын сатып берді. Әр аптаның соңында Гүлнар мен Қанат Арсенге келеді. Дәмді ас пісіріліп, кең дастархан жайылады. Бір-біріне жаттығы жоқ. Бір-бірін шын жақсы көретін үлкен отбасының мүшелері мәре-сәре. Осындай отырыстың бірінде Арсен Қанатқа әке деді. Сәл қызарыңқырап қалған Гүлнардың құлағында ол әке деуге лайықты адам деп сыбырлады Арсен.